Шотландияға жұмысқа қалай келеміз деген сұрақ қойылып отыр көп адамнан. Жігіттер, Шотландияға жұмысқа келу үшін сіздер қалай да болсын жетіп алу керек. Тур визамен, рабочий визамен, хоть какой студентский визамен жетіп алсаңыздар, жұмыс табуға болады бұл жақтан. Любой визаға, рабочий визаға ойлап қалмаңыздар, рабочий визамен келіп, рабочий визамен типа любой жерде жұмыс істей беремін деп. Жоқ, ол рабочий виза только сіздерге фермаға ғана жарайды. Басқа жерге жарамайды. Но ол проблема емес. Жұмыс іздесеңіздер табасыздар. Но Ұлыбритания, қазір Англия, Шотландия мен Англия екеуі бір жерде бөліп жармай қойыңыздар. Англияға келген адам Шотландияға келе алады, Шотландияға келген адам Англияға бара алады. Келудің ең қазір тиімді жолы тур виза болып тұр. Тур визамен азын-аулақ ақшамен жетіп алу. Одан кейін қолдарыңызға бір 300-400 мың теңге албасаңыздар, келіп жайғасып квартира жаңағы бір айға дейінгі, бір 15 күнге дейінгі тамағың сол саған жетеді басында. Одан кейін уже жайлап жұмыссың жаңағы бір 2 апталығын бұл жерде апталап береді, айлап бермейді. 2 аптадан кейін уже айлықтарыңызды аласыздар, ары қарай уже өздеріңізді алып кетесіздер ғой. Так что келіңіздер, қорықпаңыздар. Ақша да ұят жоқ.